Жасанды интеллект оқушыларға күнделікті өмірде және оқу барысында қажет болатын пайдалы кеңестер береді. Жиі оқушының көмекшісі ретінде уақытты тиімді пайдалануға, интернеттегі қауіпсіздікті сақтауға және емтиханға дұрыс дайындалуға бағыт береді. Негізгі бағыттары: бірінші, уақытты басқару. Жасанды интеллект оқушыларға күнді дұрыс жоспарлауға, маңызды істерді бірінші орындауға, бос уақытты тиімді пайдалануға және телефонға тәуелділікті азайтуға кеңес береді. Уақытты дұрыс басқару оқу үлгерімін жақсартуға көмектеседі. Екінші, интернет қауіпсіздігі. Жиі интернетті қауіпсіз қолдану жолдарын түсіндіреді. Жеке мәліметтерді қорғау, күмәнді сілтемелерден аулақ болу, бейтаныс адамдармен абай қарым-қатынас жасау және әлеуметтік желідегі қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы кеңес береді. Үшінші, емтиханға дайындық. Жасанды интеллект емтиханға жүйелі дайындалуға көмектеседі. Дайындықты ерте бастау, қысқаша конспект жасау, тест арқылы өзін тексеру, демалыс пен ұйқы режимін сақтау қажеттігін ұсынады. Қорытындылай келе, жасанды интеллект дұрыс қолданылған жағдайда оқушының сенімді көмекшісі.